Жер бетінде Google картадан көре алатын, бірақ өз көзіммен көруге рұқсат бермейтін жерлер бар. Бірінде мыңдаған тонна алтын сақталса, енді бірінде адамзаттың болашағына арналған миллиондаған тұқымдар жатыр. Кейбір аралдарға табиғатты қорғау үшін адам аяғын бастырмайды, ал кейбір нысандардың ішінде нақты не болып жатқаны әлі күнге дейін құпия. Тіпті бір жерге әйелдердің кіруіне 1000 жылдан астам уақыттан бері тыйым салынған. Бүгін біз әлемдегі қарапайым адам еркін кіре алмайтын 10 ерекше жерге виртуалды саяхат жасаймыз. Ал тізімдегі кейбір орындардың не себепті соншалықты қатты қорғалатынын білгенде таңғалуыңыз мүмкін. Ендеше бастайық. Ал сіз мені қолдап, арнаға тіркеліп, лайк басып, осы видеоны достарыңызға бөлісе отырыңыз. Бірінші. Ария 51. ақш, Невада. Әлемдегі ең құпия әскери база. Ең қызығы, оның ресми атауы да ұзақ жылдар бойы мойындалмаған. Тек 2013 жылы CIA-ның құпиясыздандырылған құжаттарынан кейін ғана Ария 51 деген атаудың бар екені расталды. 1950-60 жылдары дәл осы жерде суық соғыс кезіндегі ең құпия тыңшы ұшақтары U-2 және SR-71 Blackbird сыналған. Түнде аспанда ұшып жүрген бұл сынақ ұшақтарын көрген жергілікті тұрғындар оларды өзге ғаламшарлықтар деп қателескен. Аңыз дәл осылай туған. Базаны қорғау жердегі ғана емес, аспандағы да толық жабық. Үстінен ұшу мүлдем тыйым салынған. Тіпті азаматтық әуе карталарында бұл аймақ R4808N деген шектеулі зона ретінде белгіленген. Ал шекара маңында ату үшін рұқсат бар деген ескерту тақталары тұрады. Шекараны бұзған кез келген адамға қарсы қатаң шара қолданылуы мүмкін дегенді білдіреді. 10 жылдықтар бойы базада жұмыс істеген қызметкерлердің өзі кімге, не үшін жұмыс істейтінін біле бермеген. Жалдау процесі толығымен құпия сандар мен кодтар арқылы жүрген. Ал 2019 жылы бұл құпиялылық интернетте үлкен әзілге айналды. Фейсбукте тарап кеткен Storm Ария 51 атты шақыру 2 миллионнан астам адамды базаны бірге шабуылдаймыз деп белгілетті. Іс жүзінде бірнеше жүз адам ғана келіп оқиға фестивальға айналды. Бірақ ақш әскери полициясы толық жауынгерлік дайындықта тұрды. Онда шынымен тек құпия ұшақтар сынала ма? Әлде адамзаттан жасылған әлде қайда үлкен құпия бар ма? Оның жауабын Ария 51 қабырғалары әзірге сыртқа шығармайтыр. Екінші. Нейхау аралы, ақш, Гавайи. Гавайидың жұмақтай аралдарының арасында көпшілік еркін бара алмайтын ерекше бір жер бар. Оның аты Нейхау. Оны тіпті Гавайидың тыйым салынған арал деп атайды. 1864 жылы аралды шотландиялық Элизабет Синклер Гавайи королі Камехамеха 5-ден сатып алған. Содан бері арал оның ұрпақтарының иелігінде. Бөгде адамдарды кіргізбейді. Мақсаты гавайлық байырғы мәдениет пен тілді сақтап қалу. Тұрғындардың өзі шектеулі санда электр мен интернет жоқ дерлік. Арнайы шақырусыз ешкім аяқ баса алмайды. Мұндағы тұрғындардың бір ерекшелігі Гавайи тілі күнделікті өмірде әлі де кеңінен қолданылады. Аралдағы өмір үлкен қалалардағыдай емес. Тұрғындар балық аулау, аңшылық, қолөнер және басқа жұмыстармен айналысады. Әсіресе Нейхаудың ұсақ теңіз қабыршақтарынан жасалатын дәстүрлі лей-пупу әшекейлер танымал. Бірақ арал тұрғындары сыртқы әлемнен толықтай бөлініп қалған деген түсініп дұрыс емес. Олар қажет болған жағдайда көршілес Кауаи аралына барып келеді. Кейбір отбасылардың Нейхаумен қатар Кауаимен де байланысы бар. Туризм бүкіл Гавайиді өзгерткен заманда Нейхау қалайша осынша уақыт бойы өзінің жабық әр дәстүрлі өмір салтын сақтап қалды. Мүмкін дәл осы оқшаулық аралдың ең үлкен құпиясы шығар. Үшінші. Афон тауы, Грекия. Грекияның солтүстігінде Эгей теңізіне сұғына кіріп жатқан түбекте Афон тауы орналасқан. Афон 1000 жылдан астам уақыт бойы православ монахтарының ерекше рухани орталығы болып келе жатқан автономды монастырлық аймақ. Әйелдердің Афон аумағына кіруіне тыйым салынған. Бұл дәстүр Аватон деп аталады және ғасырлар бойы сақталып келеді. Оның діни түсіндірмесі бойынша Афон Құдай анасына арналған қасиетті мекен саналады. Ал монахтар дүниелік өмірден барынша оқшауланып өмір сүреді. Ал ер адамдар алдымен арнайы рұқсат құжатын диаманитерионды алу қажет. Келушілер саны да шектеледі. Сондықтан Афонға сапар қарапайым туристік саяхаттан гөрі арнайы дайындықты қажет етеді. Түбектің ішінде ғасырлар бойы сақталған 20 монастырь орналасқан. Олардың кейбірінде көне қолжазбалар, иконалар мен діни жәдігерлер сақталған. Мұндағы өмірдің ырғағы да өзгеше.
монахтар дұға етеді, еңбек етеді, қарапайым өмір сүреді. Кейбір монастырлар теңіз үстіндегі тік жартастарға салынғандай көрінеді. Афон тауы жай ғана картадағы тау емес. Бұл уақыт баяулағандай сезілетін, сыртқы әлемнен ерекше ережелермен бөлінген тұтас бір монастырлық мемлекет секілді мекен. 4. Павелия аралы, Италия, Венеция. Әлемдегі ең қорқынышты аралдардың бірі Италияның әйгілі Венеция қаласынан алыс емес жерде орналасқан. Бүгінде арал қараусыз қалған, ал туристердің оған еркін баруына мүмкіндік жоқ. Ғасырлар бұрын Европада оба індеті тараған кезде Венеция билігі аурудың қалаға енуіне жол бермеу үшін кейбір аралдарды карантиндік аймақ ретінде пайдаланған. Павелияда осындай орындардың біріне айналды. Кемелерден ауру белгілері байқалған адамдар оқшауланып, белгілі бір кезеңдерде арал карантиндік станция қызметін атқарған. Ал 20 ғасырда аралдың тарихы тағы бір күрт бұрылыс жасады. 1920 жылдардың соңында мұндағы ғимараттардың бірі аурухана ретінде пайдаланыла бастады. Кейін бұл мекемеде қарттар мен психикалық және неврологиялық аурулары бар науқастарды емдеген. Дәл осы кезең Павелия туралы ең қорқынышты аңыздардың пайда болуына себеп болды. 1960 жылдардың соңында медициналық мекеме жабылып, арал біртіндеп қаңырап қалды. Бүгінде мұнда бос ғимараттар, өсімдік басқан жолдар және қараусыз қалған құрылыстар ғана қалған. Ал осы көріністер Павелияның қорқынышты беделін одан әрі күшейтті. 5. Уаскы үңгірі, Франция. Францияның оңтүстік батысында сырт көзге қарапайым ғана төбе бар. Бірақ оның астында адамзат тарихының ең таңғажайып қазыналарының бірі жасырылған. Бұл Ласкы үңгірі. Оның қабырғаларында шамамен 17 мың жыл бұрын салынған жүздеген бейне бар. Жабайы жылқылар, бизондар, бұғылар мен алып бұқалар. Кейбір суреттердің көлемі бірнеше метрге жетеді. Ең қызығы, бұл ғажайып орынды жасөспірімдер кездейсоқ тауып алған. 1940 жылы 4 жасөспірім үңгірге кіріп, қабырғадағы ежелгі суреттерді көреді. Көп ұзамай Ласкы бүкіл әлемге танылды. Үңгір көпшілікке ашылып, оған жыл сайын мыңдаған адам келе бастады. Бірақ дәл осы танымалдық Ласкыны құрта жаздады. Келушілердің тынысынан бөлінген көмір қышқыл газы жылу мен ылғал үңгірдің табиғи ортасын өзгертті. Қабырғаларда микроорганизмдер мен саңырау құлақтардың таралу қаупі пайда болып, мыңдаған жыл бойы сақталған суреттерге қауіп төнді. Сондықтан 1963 жылы Франция билігі түпнұсқа Ласкы үңгірін көпшілік үшін жапты. Содан бері қарапайым туристің түпнұсқа үңгірге кіруіне рұқсат жоқ. Оған тек арнайы мамандар мен зерттеушілер қатаң бақылаумен кіре алады. Ал туристер үшін үңгірдің суреттері мен ішкі құрылысын барынша дәл қайталайтын көшірмелері жасалған. Яғни, сіз Ласкаға саяхат жасай аласыз. Бірақ көретініңіз 17 мың жыл бұрынғы түпнұсқа қабырғалар емес, тек көшірмесі. Ал қараңғы үңгірдің ішінде мыңдаған жыл бұрын өмір сүрген адамдар қалдырған суреттер әлі де үнсіз сақталуда. 6. Межгорье, Ресей, Урал. Ресейдің Орал тауларының арасында картадан табуға болатын, бірақ қарапайым адам еркін кіре алмайтын ерекше қала бар. Оның аты Межгорье. Бұл Башқұртстан республикасында орналасқан жабық әкімшілік аумақтық құрылым. Яғни қалаға кіру арнайы тәртіппен бақыланады. Бірақ Межгорьені әлемге әйгілі еткен нәрсе оның жабық мәртебесі ғана емес. Қаланың жанында Ямантау тауы орналасқан. Ал дәл осы таудың астында не бар екені туралы ондаған жыл бойы түрлі болжам айтылып келеді. 1990 жылдары Ямантау маңындағы ауқымды құрылыс жұмыстары батыс ақпарат құралдары мен сарапшыларының назарын аударды. Содан кейін ең қызықты теориялар пайда болды. Таудың астында алып жерасты әскери кешені бар ма? Ядролық соғыс жағдайында ел басшылығы жасырынатын бункер ме? Әлде стратегиялық басқару орталығы ма? Кейбір жарияланымдарда Ямантау астындағы нысанның көлемі өте үлкен болуы мүмкін деген болжамдар айтылды. Бірақ оның нақты мақсаты туралы ашық әрі толық расталған ақпарат өте аз. Ресей тарапынан әр кезеңде бұл аймақтағы жұмыстарға қатысты әртүрлі түсініктемелер берілген. Ал құпиялық көптеген сұрақты жауапсыз қалдырды. Межгорьенің өзі Кеңес одағы тарағаннан кейін ресми атауын алғанымен, бұл аймақтағы жабық елді мекендердің тарихы одан ертерек басталған. Мұнда тұратын адамдар үшін қала, кәдімгі үйі, жұмысы мен күнделікті тіршілігі бар мекен.
Ал сырттан келген адам үшін қалаға жай турист болып еркін кіріп, аралап шығу мүмкін емес. Кіруге арнайы рұқсат талап етіледі. Ең қызығы, спутниктік картадан тауды да, жолдарды да, Межгорьені де көруге болады. Бірақ таудың астында нақты не орналасқанын спутник көрсете алмайды. Сондықтан Ямантау мен Межгорье төңірегіндегі құпия әлі күнге дейін түрлі теорияларға себеп болып келеді. 7. Форт Нокс. ақш, Кентукки. ақштың Кентукки штатында әлемдегі ең қатты қорғалатын нысандардың бірі Форт Нокс орналасқан. Бұл жерде ақш қаржы министрлігіне тиесілі United States Bullion Depository, яғни бағалы металдарды сақтайтын арнайы қойма орналасқан. Ал оның ішінде не бар дейсіз бе? Мыңдаған тонна алтын. Ресми мәлімет бойынша Форт Нокста шамамен 147 миллион трой унция алтын сақталады. Бұл 4,5 мың тоннадан астам. Оның құны алтынның қазіргі бағасына байланысты өзгеріп отырады. Бірақ сөз жүздеген миллиард долларлық байлық туралы болып отыр. Алайда бұл жерге барып, алтынды өз көзіңізбен көру мүмкін емес. Қойма туристер үшін ашық емес. Ал ғимараттың өзі нағыз қамал секілді салынған. Қалың гранит қабырғалар, темір бетон конструкциялар, болатпен күшейтілген қорғаныс және өте ауыр сейф есігі. Нысанның нақты қауіпсіздік жүйесінің көптеген бөлшектері әрине көпшілікке жарияланбайды. Оның үстіне алтын қоймасы ақш армиясының Форт Нокс әскери базасының жанында орналасқан. Форт Нокс туралы ең қызық деректердің бірі, қойманың ішіне тіпті жоғары лауазымды адамдардың өзі сирек кірген. Қауіпсіздігі соншалық, тіпті президенттің өзі Конгрестің арнайы рұқсатынсыз ішке кіре алмайды. 1974 жылы ақш Конгресінің өкілдері мен журналистерге қоймадағы алтынды көруге мүмкіндік берілді. Ал келесі осындай көпшілік назарын аударған ресми сапар тек 2017 жылы өтті. Яғни арада 43 жыл өткен. Бір қызығы, Форт Нокс тек алтын сақтау үшін ғана пайдаланылмаған. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде мұнда ақш тарихындағы аса маңызды құжаттар мен басқа да құнды дүниелер уақытша сақталған. Бүгінде Форт Нокс атауының өзі қауіпсіздіктің символына айналған. Бір нәрсені өте қатты қорғап тұрғанын айтқысы келген америкалықтар кейде Форт Нокс сияқты қорғалған дейді. Өйткені әлемдегі ең атақты алтын қоймаларының біріне рұқсатсыз кіру кинофильмдерде оңай көрінгенімен шынайы өмірде мүлде басқа әңгіме. 8. Суртсей аралы, Исландия. Исландия жағалауынан оңтүстікке қарай Атлант мұхитының ортасында ерекше бір арал бар. Оның аты Суртсей. Басқа аралдардан айырмашылығы, оның қашан және қалай пайда болғанын адамдар өз көзімен көрді. 1963 жылдың қарашасында теңіз астында жанартау атқылай бастайды. Су бетінен қара түтін мен буы көтеріліп, лава мен күл біртіндеп жинала береді. Бірнеше күннен кейін мұхиттың ортасынан мүлде жаңа арал пайда болды. Жанартау атқылауы бірнеше жылға созылып, 1967 жылы тоқтады. Осылайша ғалымдардың алдында сирек мүмкіндік пайда болды. Ешқандай өсімдік пен жануар болмаған жаңа жерге тіршілік қалай келеді? Сондықтан Суртсей үлкен табиғи зертханаға айналды. Ғалымдар аралды барынша адамның әсерінсіз қалдыру туралы шешім қабылдады. Сол себепті қарапайым туристердің Суртсейге барып, аралда еркін жүруіне рұқсат жоқ. Оған негізінен арнайы рұқсаты бар зерттеушілер ғана кіре алады. Тіпті ғалымдардың өздері де аралдың табиғатына бөгде тұқымдар немесе тірі ағзалар апармау үшін қатаң ережелерді сақтайды. Ал содан кейін таңғажайып процесс басталды. Жел мен теңіз арқылы аралға алғашқы тұқымдар жетті. Құстар келе бастады. Жәндіктер пайда болды. Бір кездері тек қара жанартау жыныстарынан тұрған аралда біртіндеп өсімдіктер өсе бастады. Ғалымдар осы өзгерістерді ондаған жыл бойы бақылап келеді. Суртсейдің қорғалуы соншалық, адамның кішкентай ғана әрекеті ғылыми зерттеудің нәтижесіне әсер етуі мүмкін. Себебі мұндағы басты мақсат табиғаттың жаңа жерді адамның көмегінсіз қалай игеретінін бақылау. 2008 жылы Суртсей ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілді. Бірақ сіз оны жақыннан барып көре алмайсыз. Себебі Суртсей адамдардан бір құпияны жасырып тұрғандықтан емес. Адамдар араласпаса, табиғаттың өзі не істей алатынын көрсету үшін жабық. 9. Bohemian Grove, ақш, Калифорния. Калифорниядағы алып қызыл ағаштар өскен орманның ішінде көпшілік еркін кіре алмайтын жеке аумақ бар. Оның аты Bohemian Grove. Әлемдегі ең ықпалды адамдар, саясаткерлер, бизнесмендер жиналатын жабық клуб. Жылына бір рет өтетін жасырын жиынға
Тек мүшелер мен арнайы шақырылған адамдар ғана қатыса алады. Ал бөтен адамға бұл жерге жай ғана кіріп, ішінде не болып жатқанын көру мүмкін емес. Bohemian Grove Сан-Францискода құрылған жеке Bohemian Club ұйымына тиесілі демалыс орны. Клуб 19 ғасырдың екінші жартысында пайда болған. Ал оның жазғы жиындары кейін ақш-тағы ең құпия әрі талқыланатын кездесулердің біріне айналды. Орман ішінде әлемнің ең ықпалды адамдары не талқылайды? Bohemian Grove туралы ең ерекше нәрсе орманда орналасқан алып үкі мүсіні. Жазғы жиынның басында осы мүсіннің алдында Cremation of Care деп аталатын театрландырылған рәсім өткізіледі. Кейбіреулер мұны құпия қоғамның мистикалық рәсімі деп сипаттайды. Ал клубтың түсіндіруі бойынша бұл қатысушылардың күнделікті уайымдарын символикалық түрде ұмытып, демалысқа көшкенін білдіретін дәстүрлі театрландырылған қойылым. Журналистер мен зерттеушілер мұндағы кездесулерде бейресми саяси және іскерлік әңгімелер болуы мүмкін екенін бірнеше рет жазған. Тіпті Манхэттен жобасына алып келген алғашқы идеялардың бірі осы жерде талқыланды деген тарихи әңгіме бар. Бірақ жабық кездесулерде нақты қандай келіссөздер жүргізетінін сырттан толық білу мүмкін емес. 10. Свальбард тұқым қоймасы, Норвегия. Солтүстік мұзды мұхитқа жақын Норвегияның Свальбард архипелагында таудың ішіне салынған ерекше нысан бар. Сыртынан қарасаңыз, қар басқан тау мен ішіне қарай созылған бетон туннель ғана. Ал оның тереңінде адамзат үшін аса маңызды ауыл шаруашылық дақылдарының тұқымдары сақталады. Бұл Свальбард Global Seed Vault, яғни Свальбардтың жаһандық тұқым қоймасы. Оны кейде ақырзаман қоймасы деп те атайды. Бірақ оның мақсаты апокалипсисті күтіп отыру емес. Негізгі міндеті әлемдегі генетикалық банктерде сақталатын дақыл тұқымдарының резервтік көшірмелерін қауіпсіз жерде сақтау. Соғыс, табиғи апат, техникалық ақау немесе басқа төтенше жағдай салдарынан белгілі бір елдегі тұқым коллекциясы жоғалса, Свальбардтағы көшірмелер оны қалпына келтіруге көмектесе алады. Неліктен дәл осындай суық жер таңдалды? Қойма солтүстік полюске жақын орналасқан және тау жыныстарының тереңіне салынған. Тұқымдар шамамен -18 градус Цельсий температурада сақталады. Ал Свальбардтағы мәңгі том электр қуаты уақытша тоқтап қалған жағдайда да қойманың салқын болып қалуына қосымша табиғи қорғаныс береді. Қойманың сыйымдылығы таңғаларлық. Мұнда 4,5 миллионға дейін әртүрлі тұқым үлгісін сақтауға арналған орын бар. Әр үлгінің ішінде көптеген жеке тұқым болуы мүмкін. Оны кейде ақырзаман қоймасы деп те атайды. Бірақ оның мақсаты апокалипсисті күтіп отыру емес. Негізгі міндеті әлемдегі генетикалық банктерге сақталатын дақыл тұқымдарының резервтік көшірмелерін қауіпсіз жерде сақтау. Соғыс, табиғи апат, техникалық ақау немесе басқа төтенше жағдай салдарынан белгілі бір елдегі тұқым коллекциясы жоғалса, Свальбардтағы көшірмелер оны қалпына келтіруге көмектесе алады. Ең қызығы, қоймадағы тұқымдар Норвегияның меншігіне айналмайды. Оларды жіберген ұйымдар өз үлгілеріне бақылауын сақтайды. Қажет болған жағдайда сол ұйымдар өздерінің резервтік тұқымдарын қайта ала алады. Мұның нақты мысалы да болған. Сириядағы соғыс салдарынан Алеппо маңындағы маңызды генетикалық банкке қол жеткізу қиындағаннан кейін, халықаралық зерттеу орталығы Свальбардта сақталған резервтік тұқымдардың бір бөлігін алып, коллекциясын басқа жерлерде қайта қалпына келтірді. Ал қарапайым турист қойманың ішіне кіре аламайды. Қауіпсіздік пен тұқымдарды қорғау үшін ішке кіру қатаң бақыланады. Свальбард тұқым қоймасы әлемнен жасырылған қорқынышты құпия емес. Бұл адамзаттың болашақ ұрпақ үшін жасаған алып сақтандыру қоры. Міне, әлемдегі қарапайым адам еркін кіре алмайтын 10 ерекше жерді көрдік. Бірі қауіпсіздік үшін, бірі табиғатты қорғау үшін. Ал енді бірі ғасырлар бойы қалыптасқан ережелерге байланысты жабық. Бірақ дәл осы қолжетімсіздік оларды одан сайын жұмбақ әрі қызықты ете түседі. Ал сіз осы жерлердің біріне кіруге мүмкіндік алсаңыз, қайсысын таңдар едіңіз? Пікірге жазыңыз. Осындай қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.